Баршаңызға жолында сәлем достар. Бүгін сіздерге 2020 жылға Новый порядок атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Со мной все хорошо. Дайте им все, что они просят. Қалада нағыз хаос басталды. Жасы келген шал палатада ауыр халдегі әйелінің қасында отыр. Осы кезде дәрігерлер емханада жеңіл жарақат алғандардың орнын ауыр халдегі адамдармен алмастыруда. Өйткені қалада кедейлер байларға қарсы қан төгіс революция бастаған болатын. Осы кезде Мехико қаласында Мариана мен Алланың үйлену тойы өтіп жатыр. Келіннің ағасы Даниэль ішкеніне қарағанда бұл күнді асыға күткен сияқты. Үйге келген жаңа қонақтардың айтуынша қалада нағыз сұмдық болып жатыр екен. Тіпті адамдарды аэропорттан шығаратын емес. Ал жас жұбайлардың ата-анасы бүгінгі мерекенің басты қонағы сот алқасын асыға күтуде. Келіннің анасы қонақтар берген ақшаны сейфқа жасырып, қолын жумақшы болады, бірақ та кранның суы жасыл түстес. Не істерін білмей күйеуін шақырып келсе, су бұрынғы қалыпқа келген болып шықты. Бүгінгі мерекеге тағы бір маңызды қонақ келді, ол министр Виктор. Мерекелік сыйлық ретінде Виктор өзінің құрылыс бастауға рұқсат алғанын айтады. Ал бұл қыздың ата-анасы үшін қуантарлық жаңалық. Қыздың анасы тағы бір ақшаны сейфқа салғанда, жас қыз тойда нағыз коррупция болып жатқанын түсінеді. Жаңадан келген қонақтардың кешіккен себебі қалада оларға біреу жасыл бояу шашыпты. Күзетшінің айтуынша келген қонақтардың көлігіне осыдан бірнеше көше алдан бояу шашылған екен. Сондықтан оларға тез арада бұл үйден кеткен жөн. Шенеунік өзінің отбасымен көлікке отырып ақырын кетіп қалады. Осы кезде үйдің бұрынғы қызметкері Роланда келіп, олардан әйелін емдеу үшін қаржылай көмек сұрайды. Сонда Мариана есірткі шегіп отырған ағасынан біраз ақша сұраған болатын. Даниэль шалға өзі келіп, кішкене ақша берген соң кетуін өтінеді. Бұны байқаған жас қыз Роланданың күтуін өтініп, әлгі сейфтан қонақтар берген ақшаны алмақшы болады. Бірақ та кодты анасы өзгертіп тастаған екен. Енді жас қыз өзінің картасын алып далаға шықса, Роланда кетіп қалыпты. Мариана Роланданың жиені Кристианға келіп, өзін шалдың үйіне апаруын өтінеді. Олар кеткенде үйге бүгінгі кештің басты қонағы сот алқасы келген болатын. Оның бүгін кешке тағы бір тойы бар екен, сондықтан тез-тез тілектерін айтып жолға аттанбақшы. Бірақ та анасы Мариананы үйден табатын емес. Осы кезде жас қызды қалада әскерлер тоқтатып, оларға басқа жолмен жүруді ұсынады. Ал радиодан қалада болып жатқан митинг жайлы айтуда. Бір кезде үйге забор арқылы үстеріне әртүрлі бояу жаққан қарапайым адамдар кіре бастайды. Және олардың қолында қару бар екен. Үйдің иесі күзетшіні шақырғанымен ол сатқын болып шықты. Мариананың әкесін жарақаттап, олар бай қонақтарды үйге қамауды шешті. Ал анасына олар сейфті аштырған соң аяусыз атып тастайды. Персоналда жемқорлардың үйін барынша тонауда. Сонда Кристианның анасы оларға қазір үйге келмеуді бұйырады. Қарапайым халық шенеуніктердің ақшасын өз шоттарына аударып, ойларына келгенді істеп жүр. Жолда адамдар көлікке революцияның белгісі ретінде жасыл бояу шаша бастайды. Кристиан өзі рөлге отырып, қызды сырт көзден жасыруды шешті, өйткені жігіт кедей райондағы жолдарды жақсы біледі екен. Көп замай олар Роланданың үйіне келгенде, шал олардың неге келгенін сұрайды. Сөйтсе жас қыз Роланданың әйелін емханаға апармақшы болыпты. Қала бойынша байланыс үзілген болатын, ал адамдар түнге дейін бәрін қиратып сындырып жүр. Мариананың сақтығы үшін олар қызға арнап бір бөлме береді. Радио мен спецназдардың халыққа қарсы күші жетпей жатқанын хабарлайды. Осы кезде Кристианның анасы толықтай қираған жас қыздың үйінен шығады. Таңертең той болған үйге әзер дегенде жедел жәрдем келіп, жарақат алған адамдарды емханаға алып кетеді. Мариана үйіне қайтуды шешкен болатын. Ал Кристиан аумақты бір барлап қайтпақшы. Бірақ та әскерлер оны үйдің қасынан ұстап, Мариана жайлы естіген соң қызды өзіміз апарамыз деп алып кеткен еді. Жолда әскерлер қыздың алтын сырғасын, телефонын және қымбат заттарын ұялмай тартып алады.
қаладағы митинг біраз тынышталса да, көшеде мыңдаған өліктер жатыр. Адамдар үйден шықса бітті, қашуға мәжбүр. Осылай Кристианның анасы үйге аман-есен жеткен болатын. Әскерлер жас қызды өңкей байларды ұстап отырған құпия лагерге алып келеді. Бастарына номер жазған әскерлер олардан жақындары жайлы барлық ақпараттарды талап етуде. Емханада Даниэльге қайтыс болған анасын жерлеуді ұсынады. Даниэль Алланмен бірге министр Виктормен байланысқа шығып, тез арада Мариананы табуын өтінеді. Ал министр бұл істі генералға тапсырған болатын. Лагерде әскерлер тұтқындарды зорлай бастайды. Осы кезде Даниэль жерлеу салтанатын өткізуде. Үкімет митингқа байланысты коменданттық сағат белгілеген болатын. Енді адамдар көшеге тек таңертең және кешке бірнеше сағат жүре алады. Бірақ та қарапайым емханалар жабық тұр. Ал байларға арналған емханалар дәл қазір Мариананың әкесіне көмек көрсетуде. Оған министр Виктор келіп, Мариананы табуға уәде береді. Сөйтсе, қыздың жоғалғанына 1 ай болған екен. Лагерде тұтқында отырған адамдар жақындарынан керекті ақшаны жіберуін өтініп, бәрін видеоға жазады. Түнде Роланда ауырып жатқан әйелі үшін дәрігер іздеп шыққанда, блокпосттағы әскерлер оны атып түсіреді. Осылай дәрігердің көмегінсіз шалдың әйелі де қайтыс болған еді. Әскерлер Даниэльге Мариананың даусын жіберіп, жігіттен ақша талап етуде. Керекті сумма 10 миллион песо. Тұтқындарды таза кейпінде босату үшін оларды жуындырып, әскерлер ақшаны қалай бөлетіндерін жоспарлайды. Бірақ та олардың арасында да теңсіздік пайда болып, жартысы Мариананы кезінде тапқан Кристианның үйіне келеді. Олардың айтуынша, қыз үшін олар 800 мың песо төлеуі керек. Сонда Кристиан қыздың отбасына баруды шешіп, блокпосттан анасы мен өзіне районнан шығуға рұқсат алған болатын. Осы кезде Даниэль мен Аллан генералға тұтқындардың азапталған видеосын көрсетеді. Үйге келген Кристиан Даниэльден қызды босату үшін ақша сұрайды. Ал Даниэль бұл жағын әкесімен ақылдасып, ақыры келіскен еді. Лагерде Мариана біреуді бостандыққа алып шыққанын көреді. Осыған қарағанда жақындары оған ақша төлесе керек. Бірақ та шыға салысымен қарудың дауысы естілді. Кристиан анасымен бірге ақшаны киімдеріне жасырып үйлеріне жетті. Енді ақшаны әскерлерге берсе, олар бұны аванс көріп тұр. Олар тағы үстінен миллион песо төлеулері тиіс екен. Әкесімен ақылдасқан Даниэль, Кристиан мен оның анасы бізді осылай тонағай жүр деген ойға келді. Сөйтіп олар министрға қоңырау шалып, Кристиан мен анасы банда мүшелері деп кінәлаған болатын. Кешке генерал жіберген арнайы спецназдар үйде жасырынуда. Ал Кристиан әлгі әскерлерді алдап үйге кіргізбекші. Осыдан кейін спецназдар Кристианды, анасын және әскерлерді көлікке отырғызып лагерге алып кетеді. Сол жерде олар Мариана мен басқа да тұтқындарды босатқан соң, қара бизнеске кірген әскерлерді ата бастайды. Спецназдар қызды Кристианның үйіне әкеліп, оны сол жерде өлтірген болатын. Кристиан оның ваннада жатқан денесін көреді. Сосын спецназ жігітті де атып тастайды. Осыдан кейін министр Виктор Даниэльге қоңырау шалып, генерал күтіп отырған Кристианның үйіне шақырады. Ал үкімет Кристианның анасына Мариананы өлтірді деген жала жауап, оны өлім жазасына кесуді шешті. Осымен біздің новый порядок атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.